Сәлем достар, бүгін сіздерге балықты қалай қуырып маринаттаймыз соны көрсететін боламын. Соуста, маринатта, балықта бәрі диеталық рецепт. YouTube каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып алыңыздар, алда жаңа рецепттермен, видеолармен бөлісіп отырамын. Мендегі тунец балығы. Енді маринаттаймыз. Ұсақталған сарымсақ, тұз, паприка, ашық қызыл бұрыштан аздап қосамыз. Лайм немесе лимон шырынын қосып араластырамыз. Зәйтүн майын қосамыз. Күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Бетін жауып, салқын жерге жарты сағатқа қалдырамыз. 1-2 сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Кеш болып кеткесін түнге қалдырдым, негізі жарты сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Енді соусына кірсеміз, қаймақтың орнына майонез қолдансаңыздар да болады. Мен диетический вариант жасағандықтан қаймақ қостым. Қаймақ немесе майонезге ұсақталған сарымсақ, бұрыш, тұз, лимон шырыны немесе лайм қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің балыққа арналған соусымыз дайын. Бұл соусты судак, қызыл балық сияқты теңіз балықтарына қосып жесеңіздер болады. Енді қызып тұрған майымызға маринатталған балықтарымызды екі жағы қызарғанша 5-5 минуттан қуырып аламыз. Мендегі сковородка чугунная сковородка, асты қалың. Және де бұл балықты екі жағынан қуырып жатқан кезде, пісуге 1 минут қалған кезде крышкасын жауып қойып қуырып аласыздар. Тойымды өте дәмді балық, бәріңіз жасап көріңіздер. Қызыл балыққа жасасаңыздар да болады. Мендегі тунец балығы. Егер брокколи болса, суға 5 минут қайнатып алып, күрішпен бірге брокколиді де ұсынсаңыздар болады. Мендегі чугунная сковородка болғандықтан асты күймей осылай қызарып әдемі болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызға поделиться етіп жүріп қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.